Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология каналы. Және достар, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге Сатурн планетасымен танысатын боламыз. Сатурн планетасы жайлы толықтай ақпарат алатын боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Сатурн, Юпитер, Нептун және Уран секілді газ тәрізді алып, оның құрамы негізінен сутегі және гелий газдарынан тұрады. Мұның күннен қашықтығы 1,425,428,662 километрге тең. Және бұл күннен алыстығы жағынан 6-шы планета. Сатурн ежелгі халықтарға белгілі күннің ең алыс орналасқан планета болып есептеледі. Сатурнның салмағы және тығыздығы. Сатурн үлкендігі жағынан 2-ші планета. Оның экваторлық радиусы 60.225 километрге тең. Планетаның салмағы 5,68,051 х 10-ға тең. Яғни жер салмағынан шамамен 95 еседей артық. Сатурн тығыздығы ең төмен планета. Оның тығыздығы тіпті су гравитациясында төмен. Бұл дегеніміз, егер біз Сатурнды суға тастап жіберсек, ол су бетінен қалқып жүрер еді. Айналым және шеңберлі қозғалысы. Сатурн өз осінде барлық планеталардың ішінде ең жылдам қозғалатын. Оның бір айналымы 10 сағат 39 минутта аяқталады. Алайда күннің айналып шығуының көп уақыты 10.759 күнде қажет болады. Сатурн сақиналары. Сатурн өзінің аса үлкен сақиналы жүйесімен белгілі. Оны кішкене тастақтар мен мұздықтар бөлшектерінен тұратын мыңдаған сақиналар қоршап жатыр. Бұл сақиналардың әрқайсысы планетаны түрлі жылдамдықпен айналады. Астрономдар А және Б және С сақинасы деген үш негізгі сақинаны және D, F, G және E деген қосымша сақиналардың анықтады. Бұлар өте жалпақ сақиналар және планетаның бетінен 399.999 километрге дейін созылып жатыр. D сақинасы планетаның ең жақын орналасқан сақинасы болып есептеледі. Галилейдің зерттеулері. Ұлы астроном Галилео Галилей 1610 жылы телескоп арқылы Сатурн планетасын байқаған бірінші адам болды. Сонымен қатар ол Сатурн сақиналарында бірінші болып байқады. Алайда ол сақиналарды анықтай алмады. Ол планетаның екі жағындағы екі қосымша дене бар деп есептеді. Галилей планетаны құлақтары бар деп бейнелеген астроном болды. Сатурн және мифология. Сатурн римдіктердің ауыл шаруашылығы және өнім құдайы. Ол Церераның, Юпитердің, Веристастың, Плутонның және Нептунның әкесі болған. Грек мифологиясында Сатурнды Кронус деп атайды. Кронус жер ана Гея мен Уранның баласы болған. Кассини бұл бос аралықты 1676 жылы ашты. Сатурндағы үлкен ақ дақ немесе Сатурндағы алып дауыл. Бұл дақты жерден әрбір 28-де 5 жыл сайын көруге болады. 2004 жылдың 15 қыркүйегінде Кассини ғарыш кемесіне түсірген Сатурндағы айдаһар дауылы. Сатурн экваторы жанындағы желдер сағатына 1800 км сағатына жетеді. Міне достар, бүгінгі видеомызда сіздермен бірге Сатурн планетасымен таныстық. Және достар, бүгінгі видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетейік. Бұл сіздердің қолдауларыңыз болсын. Алда уақытта достар, сіздермен бірге кездескенше.